Сәлем достар, бүгін сіздермен женский одежданың размерін қалай таңдаймыз, сол бойынша айтатын боламын. Кірген бетте осылай шығады. Кез келген женский киімді алайын. Женский одежданы таңдаған кезде көйлек болсын, двойка болсын, юбка, кофта болсын, шалбар болсын, жемпір болсын, кез келген киімді размерін қытайлар салмақпен есептейді. Яғни сіздің салмағыңыз 50 болса, соны 2-ге көбейтіп 100. 100-де қандай размер тұрады, соны заказ берсеңіз болады. Мысалға, қазір біреуіне кірейік. Біріншісін кірейін. Осы жерден қызылды басамыз. Өздеріңізге ұнаған түстен, ұнаған киімдеріңізді таңдап аласыздар. Немесе егер де түсінбей жатсаңыздар, переводчикке салсаңыздар болады. Мысалға, кез келген таңдайын. Мына жерде М, L, XL, 2XL, 3XL деп тұр. М размер орташа 80 мен 105-тің аралығында қыздарға. Яғни, сіздің салмағыңыз 45 болса, яғни 45 болатын болса, соны 2-ге көбейтсеңіз 90. Яғни, МК размер сіздің размерге шақ келеді деген сөз. Мына жерде ЛК тоже самая, 105 пен 130-ның аралығы. Яғни, 55-ті 2-ге көбейтсек 110. Яғни, сіздің салмағыңыз 55 болатын болса, орташа есеппен ЛК размер сіздің размеріңізге шақ келеді деген сөз. Осылай есептейсіздер. Өздеріңіз размеріңізді 2-ге көбейтесіздер. Немесе осы жерден орташа есеппен 2-ге бөлу арқылы өздеріңіздің нақты размерлеріңізді таба аласыздар. Егер де видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.